Assalamu arkadaşlar. Bugün sizlerle Президенттік Олимпиадада келген кейбір есептерді талдауды жөн көрдік. Оның төртінші есебі, яғни Президенттік Олимпиадада келген төртінші есеп мынандай болды. Синус 1 көбейтілген синус 3 градус көбейтілген осылай синус 43-ке дейін барады. Бөлшектің бөлімінде бізде болды синус квадрат 44 градус азайтылған синус квадрат 1 градус. Дәл солай синус квадрат 43 градус азайтылған синус квадрат 2 градус. Осылай бізде неге дейін барады? Синус квадрат 23 градус азайтылған синус квадрат 22 градусқа дейін барады. Осы өрнектің мәнін табу керек. Бұл жерде алымында ешқандай формула қолданбаймыз, біз бөліміне қолдануымыз керек. Синус квадрат альфа азайтылған синус квадрат бета. Оған біз қандай формула қолдана аламыз? Синус квадрат альфа минус синус квадрат бета. Біз бұл жерде мынандай, біз білеміз қандай да бір санды қосып азайта аламыз. Дәл сол сияқты қандай да бір тригонометриялық өрнекті қосып азайта аламыз. Сонда синус квадрат альфа, біз қосайық синус квадрат альфа көбейтілген синус квадрат бета. Өзіміздің қосқанымызды кері алып тастаймыз. Синус квадрат альфа көбейтілген синус квадрат бета. Азайтылған синус квадрат бета. Кем болады? Міне бірінші және үшінші өрнектен синус квадрат альфаны шығарайық. Синус квадрат альфаны шығарайық. Ақшаның ішінде не қалады? 1 қалады. Минус синус квадрат бета қалады. Дәл солай екінші, төртінші өрнектен біз синус квадрат беттаны шығарайық. Яғни минус синус квадрат беттаны шығарайық. Ақшаның ішінде 1 минус синус квадрат альфа қалады. Міне мына ескереміз плюстер. Бізде міне минустар, демек іші минус болады. Көбейтсек плюс шығады ғой. Енді қараңыздар, синус квадрат альфаны қалдырайық. 1 минус синус квадрат бета дегеніміз ол бізде косинус квадрат беттаны береді. Дәл солай синус квадрат беттаны қалдырамыз. 1 минус синус квадрат альфа ол бізде косинус квадрат альфаны береді. Сонда қандай формула шығайын деп тұр? А квадрат минус Б квадрат деген шығайын деп тұр. Ол бізде не береді? Яғни екі өрнектің квадраттарының айырымы, олардың айырмасы мен қосындысының көбейтіндісін береді. Мына нәрсені. Демек жазамыз синус альфа косинус бета минус минус синус бета косинус альфа. Келесісінде синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа. Ал бірінші жақша бізде нені береді? Тригонометриялық қосу формуласын береді. Яғни синус альфа минус бета формуласын береді. Альфа минус бета. Екінші жақшамыз соның плюсін береді. Синус альфа плюс бета береді. Яғни синус квадрат альфа минус синус квадрат бета неге тең болды? Мына нәрсеге тең болды. Синус альфа минус бета көбейтілген синус альфа плюс бетаға тең болды. Демек біз мына бөліміне осы формуланы қолданамыз. Сонда алымы сол күйінде қалады. Синус 1 градустан синус 43-ке дейінгі көбейтінді. Бөлімінде міне синус 44 минус 1 келесі синус 44 плюс 1. Дәл солай келесі екінші жақшаны бөлек түзеткен жасайын. Синус 43 минус 2 келесі синус, менде жақша жоқ. Синус 43 плюс 2. Дәл солай неге дейін барамыз? Мына 23-ке дейін барамыз. Синус 23 минус 22. Синус 23 плюс 22. Сонда менде міне синус 1, синус 3, синус 5 деп синус 41, синус 43-ке дейін барасы. Сонда қарасаңыздар міне неде қысқарайын жатыр. Синус 44 минус 1 деген ол синус 43-ті береді. Міне. Значит, синус 43 мен синус 43 кетеді. Неде синус 41 мен синус 41 кетеді. Синус 1 мен синус 1 кетеді. Мына жақта синус 3 бар, ол мына синус 3 пен кетеді. Сонда міне не қалды? Алымындағылардың бәрі қысқарып кетті. Алымында бізде 1 қалды. Бөлімінде не қалды? Синус, 44-ке 1 қосам 45. Синус 45
көбейтілген синус 45. Ана келесіден 45. Мына жақта міне синус 45, көбейтілген. Бәрінде не қалып жатыр? Синус 45 қалып жатыр. Енді осылай синус 45 неше рет қалды? Бізде максимальный 44-ке дейін ғой. Ал 1-ден 44-ке дейін 2 бара жұп құрап тұрды, сәйкесінше 22 дәреже қалады. Себебі 1-ден 44-ке дейін 2 бара жұп құрасақ, сонда 22 жұп пайда болады ғой бізде. Сонда синус 45-тің 22 дәрежесі болады деген сөз. Сонда 1 бөлінген синус 45 неге тең? 2-ден түбірасты 2-ге тең. Демек 2-ден түбірасты 2-дің 22 дәрежесі деген сөз. Сонда 1 бөлінген түбірасты 2-ның 22 дәрежесі, 2-ның 22 дәрежесі береді. 2-ның 22 дәрежесі қайда барады? Алыбына барады. Сонда 2-ның 22 дәрежесі бөлінген түбірасты 2-ның 22 дәрежесі. Түбірасты 2-ның 22 дәрежесі деген нені береді? Оны еске қиын болып жатса, былай қарауға болады. Түбірасты деген ол 2-ден 1 дәреже деген сөз. Сонда түбірді біз 2-ден 1 дәреже деп шығарып алсақ болады. Сонда дәреженің дәрежесі болса не істейді? Дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Міне аның n дәрежесі, m дәрежесі болса, n мен m көбейтіледі. Міне. Сәйкесінше 2-ның 11 дәрежесі бар. Біз білеміз, негіздері бірдей болса, бөлген кезде дәреже көрсеткіштері азайтылады. Аның n минус m дәрежесі. Сонда 2-ның 22 минус 11 дәрежесі, яғни 2-ның 11 дәрежесі деген сөз. 2-ның 11 дәрежесі неге тең? Ол бізде 2048-ге тең. Демек, берілген мына өрнектің мәні 2048-ге тең деген сөз. Қараңыздар, есепті тригонометриялық қосу формулаларын пайдаландық. Қысқаша көбейту формуласы пайдаландық. Біз кейбір градустағы тригонометрияның кейбір градустағы мәндері бар ғой, өзі 5 мән ғой айналатын, 0 градус, 30 градус, 45 градус, 60 градус, 90 градус. Әрбір бұрышайын сол мәндер айналып отырады. Біз 5 кестелік мәнін білеміз. Осы кестелік мәндерді қолдандық. Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолдандық. Есеп осы. Қараңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге осы. Сау болыңыздар.